أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله على وجود الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Бүгінгі уағызымыз Аллаху Субханаху ва Та'аланың есім сипаттарының бірі Әл-Басир сипаты. Аллаху Субханаху ва Та'ала Құр'ан Кәримде айтады, А'раф сүресінің 180 аятында: «Валиллахил асмаул хусна фад'ууху биха» дейді. Яғни Алла Тағаланың көркем есім сипаттары бар. Сол арқылы Алла Тағалаға дұға тілек жасаңдар деген. Яғни Алла Тағалаға дұға қылған кезінде, Алла Тағалаға жалбарынған кезінде, Алла Тағаланың есім сипаттарын қоса отырып, Алладан сұрауымызға Алланың өзі бұйырып отыр. Жалпы асыл дінімізде Алла Тағаланы тану бұл әрбір мұсылман адамның міндеті болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Бунял исламу аля хамс» деді. Дін 5 тіректің үстінде негізделген деді. Соның біріншісі ла илаха иллаллах, екіншісі намазды оқу, үшіншісі зекет беру, төртіншісі қажылыққа барып ораза ұстау болса, міне Алланы тану дегеніміз бұл ла илаха иллаллах калимасынан шығады. Яғни Аллаху Субханаху ва Та'аланы тануымыз керек. Құлшылығымызда ғибадатымыз дұрыс болу үшін де. Имам Ғазали рахимахуллахтың мынандай бір айтқан сөзі бар: «Ла тасихху ал-ибадату илля бa'да ма'рифатил ма'буд» дейді. Адамның жасап жатқан құлшылығы қашан қабыл болады? Ол Алланы таныған кезінде. Яғни құлшылық етіп жатқан жаратушыны таныған кезінде оның құлшылығы дұрыс болып есептелінеді деді. Сондықтан әрбір мұсылман адам, Аллаға иман келтірген адам, ол Алланы тануы міндетті. Бұл таухид іліміне қатысты мәселелер. Аллах Субханаху ва Та'ала Мұхаммад сүресінің 19 аятында да айтады: «Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах вастағфир ли замбика валил му'минина вал му'минат» дейді. Алла Тағала айтады Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға: «Ей Мұхаммад» дейді, «білгін, расында Алладан басқа ешбір тәңір жоқ екендігін білгін. Және де өзің үшін және момындар, иман келтірген мумина әйелдерге кешірім сұра» деді. Қараңыз, Алла Тағала бірінші пайғамбарға амал етуден алдын Алланың жалғыз екендігін білуді бұйырып жатыр. Білгін дейді, ей Мұхаммед, Алладан басқа ешбір тәңір жоқ екендігін білгін. Және де өзің үшін момын ерлер менен момын әйелдер үшін кешірім сұра деп отыр. Бұл да таухид ілімінің маңыздылығын білдіреді. Яғни Алла Тағаланы тануымыз әрбір мұсылман адамның міндеті болып табылады екен. Алла Тағаланы біз қалай танимыз? Аллаху Субханаху ва Та'ала өзін Құр'ан Кәримде немесе пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадис шарифтерінде өзін қалай танытқан болса, біз соған солай иман келтіреміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге Аллаху Субханаху ва Та'аланы қалай танытқан болса, біз де пайғамбар үйреткендей Алла Тағалаға иман келтіреміз. Алла Тағаланы кемшілік атаулардан пәктейміз. Мына бүгінгі сипатымызға, Алла Тағаланың басир сипатына оралатын болсақ, Алла Тағала басир көруші дейді. Басар, яғни көру. Басир дегеннің мағынасы ол Алла Тағала бүткіл нәрсені толыққанды көруші. Алланың көруі басқа да жаратылыстардың көруі секілді емес. Алла Тағала Құр'ан Кәримде Аллаху Субханаху ва Та'ала айтады: «Ла тудрикухул абсар ва хуа юдрикул абсар» дейді. Аллаху Субханаху ва Та'ала Құр'анда айтады. Яғни Алла Тағаланы
ешқандай көз, ешқандай ой Алла тағаланы қамти алмайды дейді. Ол керісінше Алла тағала бүткіл көздерді, бүткіл жаратылысты қамтушы Алла тағала. Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахимахуллах осы аятқа негізделе отырып айтады: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا تشبهه الأنام дейді рахимахуллах. Яғни Алла тағаланы ешқандай ой, ешқандай сана Алла тағаланы толыққанды қамти алмайды. Және де ешқандай түсінік Алла тағаланы толыққанды қамти алмайды дейді. Және Алла тағалаға ешқандай жаратылыс ұқсамайды дейді. Жана Аллах субханаху ва тааланың көру сипаты басир дедік. Алла көреді, Алла бүткіл нәрсені көруші. Мысалға, мынау қараңғы түнде, қараңғы бөлмеде, қара тастың үстінде кетіп бара жатқан қара құмырсқаның аяғының жыбырлап кетіп бара жатқандығын Алла тағала көруші. Енді Алланың көруі біздің пенделердің немесе басқа да жаратылыстардың көруі секілді емес. Басқа да жаратылыстар көреді, немен көреді? Көзбенен көреді, бір құралмен көреді. Мұна біздің көзіміз, көріп жатқан көзіміз, бұл көрудің себебі және көру құралы, көру мүшесі болып есептелінеді. Алла тағала ондай кемшілік атаулардан пәк. Құран кәрімде Аллаху субханаху ва таала Шура сүресінде де айтады. Алла тағала айтады: «Лайса камислихи шей ва хуа ас-самиул басир». Алла тағала секілді еш нәрсе жоқ. Аллаға ұқсайтын, Алламен тең келетін еш нәрсе жоқ. Ол естуші, бүткіл нәрсені естуші, және бүткіл нәрсені Алла тағала көруші дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифтерінде айтады: Алла тағаланы пікір қылмау керек екендігі жайында айтады. Тафаккару фи халқиллах ва ла тафаккару фи затиллах дейді. Алла тағаланың жаратылысын пікір қылыңдар дейді. Алла тағаланың затын пікір қылмаңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Енді біз Алла тағаланы көреді деп иман келтіреміз. Алла тағала көреді. Бұл мүшелерге немесе көру құралдарына байланысты емес, ол Алла тағаланы көру. Алла көреді, көру сипатыменен көреді. Алла тағала естеді, есту сипатыменен естеді. Құлақпен немесе тағы да басқа мүшемен деп айтуға болмайды. Біз Алла тағаланы қандай жағдайда болмасын кемшілік атаулардан пәктейміз. Аллах тағаланы бүткіл жағдайда Аллах тағаланы кемшілік атаулардан біз пәктейміз. Біздің бұл Аллах тағаланы ұлықтау, құлшылықтың өзі осы Аллах тағаланы кемшілік атаулардан пәктеп, Аллах тағаланы дәріптеп, оны ұлықтауменен болады. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.